Сондықтан намазға келе алмай жүрген ағайындар, сіздерге шақырамыз. Ертең мінекей қараңыздаршы, қаншама шынымен де шын жүректен не істеп тұрмыз, елжіреп тұрмыз да. Бір мұсылман 5 уақыт намазы бар, мешітке берері бар. Мешіттің айналасында жүрген осындай азаматтарға қалайша дұға қылмайсың, жылайсың. Шын мәнісінде ешкім жоқ жерде жылайсың ондай кісілерді еске алып. Не үшін? Өйткені білесің, жақсыдан көңіл қалмайды ағайын. Ал енді басқа бір танымайтын, намазға келмейтін, әйтеуір мұсылманның баласы деп ниет қыламыз. Бірақ тірісінде не істегенін Құдай білсін да оны. Мақұл қойшы, Аллаға тапсырдық деп жаназасын шығарамыз. Жаназа деген мұсылманға шығарылады. Ол үлкен дәреже. Алла деп айтқан, тірісінде намазы бар адамға шығарылатын нәрсе ғой ол негізінде. Құрметті ағайындар, арулап, намазын оқып, Құранын бағыштап, я Алла деп осы жерде тұрып, жылап тұрып істелінетін нәрсе ғой ол негізінде. Бірақ әйтеуір қойшы, әйтеуір мұсылманның баласы ғой деп шығарып саламыз. Бірақ ар жақтағы жағдайы Құдай біледі не болып жатқанын. Ол жаққа кім барып кетті деген адамдардың да жаназасын шығарып жатыр мұсылманның баласы деп. Құдайыңа сен деген адамдардың да жаназасын шығарып жатыр. Қойшы деп. Бірақ бұл дұрыс болмайды ағайындар. Жаназа болмаса тірі кезінде айту керек адам. Мен мұсылман емеспін. Мен сенің Құдайыңа сенбеймін, Аллаңа. Мен ақыретіңе сенбеймін деп анық айтсын, біз біліп жүрейік ол кісінің қандай адам екенін. Қиналмайық біз, артында біз қиналып қалып жатырмыз. Сондықтан құрметті ағайындар, айтарымыз мына жерге дайындығымызға қарап қояйық. Намазхандар бар, бейнамаздар бар. Намаз оқымайтындар мешітке келіңдер. Мұсылман болу әсте-әсте. Бір жұмаға келіңізші, аптасына бір жарты сағат қиып. Неужели Алла беріп жатыр ғой, уақыт, денсаулық. Бір аптаңыздың жарты сағатын қиыңызшы, дәретіңізді алып. Я Алла, шүкір, күнәмді кешірдіш, Алла кешіреді. 24 сағат есік ашып, мейлі адам өлтірдің, мейлі арақ іштің бұрын, зina жасадың. Алла Тағала бәрін кешіреді. Я айюхаллазина аману ла тақнату мин рахматилла. Инналлаха яғфиру зунуба жамиа. Иман еткен мұсылмандар, Алланың рахметін ешқашан күдірізбеңдер. Алла барлық күнәні кешіреді. Тек қана өзіне серік қосқан нәрсені ғана кешірмейді деп жатыр ағайын. Мінекей осыдан артық қандай сізге рахмет керек, айтыңыздаршы. Ал намаз оқитын бауырлар, мешітке қарай көп келіңіздер. Күніне жоқ дегенде бір мезгіл келіп, ақыретіміздің жағдайын жасайық. Мынау Ережеп ай, қасиетті ай, Шағбан ай дайындық, Рамазан ай келе жатыр. Білім алайық. Мынау жерге дайындалайық, құрметті ағайындар. Адамзат бүгін адам, ертең топырақ. Бүгінгі өмір жарқылдап алдар бірақ. Ертең өзің қайдасың білемісің? Өлмек үшін туғансың, ойланшырақ. Бәріміз де өлмек үшін туғанбыз ағайындар. Бұл дүниенің ермегіне ғана жүрген адамдармыз. Сондықтан айтарым сіздерге, құрметті ағайындар, мынау қабірдің асты қараңғы, тар. Бәріміз кетіп қаламыз. Сондай бір күн келеді, өздеріңіз елестетіңіздер. Сондай бір күн келеді, елдің бәрі кетеді, сіз қаласыз. Ол келеді, ақиқатында келеді. Ертең бір күні 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл келеді бірақ. Сол кезде астында жатқан кезде сансырақтап, абыржып, не айтарымызды білмей сансырақтап қалмайық, құрметті ағайындар. Сол күнге дайындалайық.